Қайырлы күн. Қарапайым деңгей 44-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы жыл мезгілдері. Грамматикалық тақырыбы салыстырмалы шырай, ауыспалы осы шақ. Ережемен танысыңыз. Салыстырмалы шырай екі заттың сынын өзара салыстырып, белгінің артық кемдігін білдіретін шырай түрі. Жасалу жолдары: сын есім және лау, леу, дау, деу, тау, теу жұрнағы, сын есім, рақ, рек, ырақ, ірек жұрнақтары арқылы жасалады. Мысалы, Асқат Жанатқа қарағанда ұзынырақ, ал Жанат Асқатқа қарағанда толықтау. Ауыспалы осы шақ а, е, и көсемше тұлғалы етістіктің жіктелуі арқылы жасалады. Мен жүземін, оқимын, сен жүзесің, оқисың, сіз жүзесіз, оқисыз, ол жүзеді, оқиды және дағдылы түрде болып тұратын құбылыстарды білдіреді. Жаңбыр жауады, құс ұшады, ит үреді. Бағаналардағы антонимдерді тауып, оларды бір-бірімен нұсқар арқылы қосыңыз. Мысалы, ағырақ, қаралау. Келісіміңізді бере отыра сөйлемдерді аяқтаңыз. Мүсілім шахмат ойнайды. Мен де шахмат ойнаймын. Жаңа сөздермен танысыңыз. Асыр салу, бөліну, жылы, қызғалдақ, бару, салқын, сарғалдақ, келу, не ексең, соны орасың. Кеше, неге, онша емес, өте, себебі, сондықтан, содан кейін, бәйшешек, апталап. Берілген сөздерден сөз тіркесін құрыңыз. Асыр салу, асыр салып ойнау. Берілген сілтемеге кіріп, тапсырмаларды орындаңыздар. Назарларыңызға рахмет.